Жерлес батырларымыз жайлы біле жүрейік атты репортажды назарларыңызға ұсынамын. 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Бұл күн тарихтың төрінен орын алатын ерекше күн. Өйткені жерінен сілкінткен соғыс өртінің сөнгеніне 75 жыл. Түркістан ауданында кеңес одағының батыры атағын алған 4 азаматымыздың өмір сүргенін кейінгі ұрпақ бірі білсе, бірі білмес. Атап айтсақ, Құрбанбай Ырысбеков, Расул Есетов, Абдулла Сүйенов, Файзулла Юлдашев. Қазіргі таңда ардагерлеріміздің қатары сиреп бара жатқаны баршаға мәлім. Түркістан қаласының Жеңіс саябағында орналасқан ардагерлеріміздің ескерткіштеріне және даңқ мемориалына гүл шоқтарын қою әрбір азаматтың парызы екенін ұғынғанымыз жөн. 9 мамыр жеңіс күні деп тойласақ та, бұл күннің ауыр салмағы бар екені бүгінгі ұрпақ ұмытпауы тиіс. Дайындаған Меруерт Өтегенова, Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы.